Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазір әлем қоршаған ортаға бөлінетін парниктік газдың мөлшерін азайтуға күш салып жатыр. Одан құтылудың бірден-бір жолы жаңартылған энергетикаға көшу. Оған жел, күн, су және атом электр станциясы кіреді дейді Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің доценті Шерзод Құрбанбеков. Америкадағы ұлттық ядро орталығында тәжірибе жинап келген жас ғалымның айтуынша, дүние жүзіндегі 32 мемлекетте 440-тан астам реактор жұмыс істейді. Әлемдегі электр энергиясының 10% қуат көзін осы атом электр станциясынан алады. Мәселен, Франция жарықтың 70, Америка Құрама Штаттары 20, Жапония 30% атом электр станциясының реакторларынан өндіреді. Ол байытылған уранды пайдаланғандықтан ауаға зиянды газ бөлінбейді дейді ғалым. Ал біздің елде электр энергиясын өндіретін станциялардың 70% әлі күнге көмірді отын ретінде пайдаланады. Су электр станциялары қуат көзінің 10, ал күн мен жел 7% ғана өндіреді. Қалғаны импортқа тәуелді екенін айтады. Ал біздегі жоқ, сол көмір жетеді, бізге нефт жетеді дейтін болса, оның барлығы таусылатын дүние. Реактор 60 жылдан 100 жылға дейін үздіксіз жұмыс жасайды. Бұның сондай ерекшелігі бар. Құратын болсақ, біз 100 жылға дейін тәуелді болмаймыз ешкімге. Ол жерде қалдық деп айтып жатыр. Ол қалдықты да қайта өңдейтін технологиялар бар қазір. Біз енді бұған оң көзбен қарауымыз керек деп ойлаймын.